Жақсы, екінші сұрағым бұл халық саны және ішкі көші-қон мәселесі туралы болмақ. Өзіңіз білесіз, Шығыс Қазақстан бұл Ресеймен және Қытаймен шекарада жатқан өңір. Оның сыртында бір аздаған километр тау шыңымен байланысқан болса да, Монғолиямен де шекараласып жатыр. Бұл жерде айта кететін тағы бір мәселе, осы біздің қандастар Қытайдан көшіп келеді және Монғолиядан көшіп келеді. Сол кезде басым көпшілігі осы Шығыс Қазақстанға тұрақтап қалады. Сосын тағы да бір дәл қазір статистиканы ашып отырмын, қарасақ, бұл жерде 2024 жылғы 1 қазанға дейінгі статистика, облыстағы жалпы халықтың саны 724,8 мың адамды құраған деген екенсіз. Осының ішінде қаншасы жаңағы көшіп келген қандастар және оларға қандай жағдайлар жасалып жатыр және бұл кісілер осы бұл статистикалық мәліметтер, бүгін ақпарат көп беріліп жатыр. Баспасөз қызметкері сізге жазбаша жауап берсе мүмкіндік болса. Жақсы ма? Онда мәселені өте маңызды мәселені көтерген, тыңдап шығыңызшы. Әрине, кезінде өзіңіз білесіз, Совет одағының кезінде Монғолиядан мал айдайтын жол болатын, Семей ет комбинатына. О жерде шекарадан деймді Ресейдің жері тұр. Соңғы Монғолияға барғанда іс-сапарда біздің президентіміз сол сұрақты Монғолия жағымен келіссөзде талқылаған. Монғолдар мысалы қарсы емес сияқты сол жолды жаңадан салуға. Қазір ресейлік тарапымен сол сұрақты соңғы кезде өткен кездесулерде өңіраралық форумда онда талқыладық. Амандық болса сол жол салынатын болады. Және деймді сол жол тікелей Монғолияға барғанда Баян-Өлгей, Қобда аймақтарына барады. Біздің ауылдастарымыз, біздің қауымдастарымыз тұратын қарым-қатынасқа деймді бір жеңілдіктерді алып келеді. Екінші мәселе, біз қарастырып отырмыз, кезінде Өскемен, Баян-Өлгей деген әуежай кемелер ұшатын. Соны қарастырып отырмыз, мүмкіндік бар болса, әрине біз авиакомпаниялармен келіссек, сол маршрутты жаңадан іске қосамыз. Нақтылап жіберіңізші, қараңызшы, бұл жерде мысалы бізде қандастардың көпшілігі, мысалы әсіресе Қытайдан келгендер, көпшілігі Жайсаң жақта тұрақтап қалып жатыр, ал кейбір көбі уақыт өте келе бұл жақтан көшіп кетті. Жаңа статистикалық деректерде де теріс мәнге минусқа кіріп өткен нәрселер көрініп отыр. Негізгі сұрағым мынау болмақ еді менің. Сіздер осы қандастарды өңірде ұстап қалу үшін қандай жағдайлар жасап жатсыздар қазір? Бұл қандастарға ғана байланысты емес бұл сұрақ. Негізінде жалпы бүкіл Шығыс Қазақстандағы тұратын сол тұрғындарды біз басқа өңірлерге көшпеу үшін жағдайды мен басында айтып едім, жағдай жасау керек. Тұрақты үйлерді, электрқуат, су мәселелерін, оқу, денсаулық сақтау мекемелері, білім беру, мектептер, соның бәрін істеп жатырмыз. Болды. Тағы не береміз? Әріптес қандастарға байланысты министрлікке жолдасаңыз, халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне жолдасаңыз, келесі журналистке көшеміз. Ньюсрум